Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Мемлекеттік тілде іс-қағаздар жүргізу пәні. Пән оқытушысы Ахметжанова Айнұр Ахметжанқызы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы бұйрық құжаты. Сабағымыздың мақсаты бұйрық құжаты туралы түсінік беру. Жаттығу жұмыстары арқылы оқушылардың ауызша және жазбаша тіл байлықтарын дамыту. Білім алушыларды өз заманымыздың озық ойлы, кең өрісті, мәдениетті, сауатты азамат етіп тәрбиелеу. Бұйрық. Бұйрық ұйым, мекеме, кәсіпорын, фирмадағы қызметкерлердің және белгілі бір мәселені шешуге қатысты басшы тарапынан құқық беретін іс қағаздарының түрі. Бұйрық құжаты екі түрде жазылады: жеке құрам бойынша бұйрықтар және негізгі қызмет бабы бойынша бұйрықтар. Азаматтарды жұмысқа қабылдау, жұмыстан босату, жұмыстан ауыстыру сияқты белгілі бір мәселелерді шешуге байланысты шығарылатын бұйрықтар жеке құрам бойынша бұйрықтар деп аталады. Кәсіпорын жұмысын ұйымдастыру, қаржыландыру, жоспарлау, өнімдерді сату сияқты өндірістік құжаттарға байланысты шығарылатын бұйрықтар негізгі қызмет бабы бойынша бұйрықтар деп аталады. Қаржы экономикалық, мәселен, сыйақы тағайындау, ең үздік қызметкерлерді құттықтау сияқты бұйрықтар шығарылатын бұйрықтарды арнайы бұйрықтар деп аталады. Сондай-ақ күтпеген жағдайларға байланысты, мысалы, сел болған жағдайда, тасқын, жер сілкінісіне байланысты шығарылатын бұйрықтар, бұлар төтенше жағдайларға байланысты шығарылатын бұйрықтар. Бұйрықтың құрылымы. Мекеменің атауы, күні, айы, жылы және бұйрықтың нөмірі көрсетіледі. Сосын бұйрық деген сөз және не екені туралы жазылады. Мәселен, жұмыстан босату, жұмысқа қабылдау, үстемақы тағайындау деген сияқты. Негізгі қызмет бабы бойынша бұйрық мәтіні екі бөліктен тұрады: констациялық бөлік және өкімдік бөлік. Констациялық бөлікте жетілдіру мақсатында, байланысты, үшін сияқты тұжырымдаулармен басталады, ал өкімдік бөлік бұйырамын деген сөзден басталады. Бұйырамын деген сөз бас әріптермен жазылады. Бұйрықтың өкімдік бөлігінде кімге не тапсырылатыны және оның орындалу мерзімі көрсетіледі. Егер тапсырмалар көп болған жағдайда, әр тармақ азат жолдан басталып жазылады. Соңғы тармақта бұйрықтың орындалуын қадағалайтын адамның аты жөні көрсетіледі. Ең соңында бұйрық шығарған басшының қолы және мекеменің мөрі басылады. Бұйрықтан керек болған жағдайда көшірме алынады. Бұйрықтар арнайы бланкке жазылады. Бланктың жиегі сол жағынан 20 мм, оң жағынан, жоғарғы жағынан, төменгі жағынан 10 мм-ден болады. Құжат мәтіннің мөлшері 14-ші шрифтпен Times New Roman қарпімен басылады. Барлық бұйрықтардың мәтінінде етістік бұйрық райының 3-ші жағында жазылады. Ал балалар, сабағымызды қорытындылай келе, бұйрық дегеніміз қандай да бір мәселелерді шешу үшін мекеме басшысы шығаратын өкімдік құжаттардың бір түрі. Үйге тапсырма, жұмыстан босату, жұмысқа қабылдау, есепші қызметінен бас есепші қызметіне ауыстыру және ресми сапарға жіберу туралы бұйрық құжатын құрастырыңыздар. Сабағымыз осымен аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.